Сәлем достар! Бүгін біз сіздермен хичини деп аталатын нанның түрін жасап көреміз. Және де достар, видеоны көрместен алдын каналыма тіркеліп, және де қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Қамырымызды дайындау үшін айранға тұз, сода және қамырды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, қамырымызды илеймізде 20 және немесе 30 минут қамырымызды демалдырамыз. Нанымыздың ортасына қосатын начинка дайындау үшін картопты және ірімшікті аламыз. Оларды бір-біріне қосып, және де зелень қосуға да болады. Қалауыңыз бойынша зеленді қоспасаңыздар да болады. Бірақ зелень ерекше дәм береді. Бұрыш, тұзды өзіміздің вкусымызға қарап қосамыз. Оларды жақсылап араластырамыз. Демалып болған қамырымызды алып, бірдей бөліктерге бөлеміз. Менде 8 бөлік болып шықты. Оларды жаюға дайындаймыз. Қамырымызды оқтаумен кішкене жайып алып, оның ортасына начинкамызды саламыз. Начинкамызды қамырға салғаннан соң, оны жақсылап түйіп, нанымызды оқтаумен жақсылап, жұқалап жаямыз. Жайып алған нанымызды май қосылмаған, май жағылмаған сковородкаға алып, нанымызды екі жағынан пісіріп аламыз. Достар, пісіріп алған әрбір нанымыздың арасына сары май жағуды ұмытпаңыздар. Мінеки, осылайша біздің хичини деп аталатын нанымыз дайын болды. Назарларыңызға көп-көп рахмет.